Орталық коммуникациялар қызметінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалында 100 нақты қадам елбасы жоспарын жүзеге асыру аясында сот жүйесінің реформалары талқыланды. Баспасөз мәслихатында сөз алған азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Бақыт Қасейінов еліміздегі сот жүйесіндегі жаңашылдықтарға тоқталды. 2016 жылдың 1 қаңтарынан жаңа азаматтық процессуалды кодекс өз күшіне енді. Заңда енгізілген өзгешеліктерге сай, енді судьяларды жұмысқа қабылдауда міндетті түрде сот жүйесінде 5 жылдық жұмыс өтілінің болуы шарт. В Гражданско-процессуальном кодексе Республики Казахстан закреплено, что представителями по поручению могут быть только... Заңға сәйкес судья лауазымына адвокатура, прокуратура қызметінде, сот кеңесшісі немесе сот хатшысы қызметінде 5 жылдық жұмыс өтілі бар азамат қана бола алады. Енді барлық сот процестері арнайы бейне жазбаға түсірілетін болады. Сотқа қатысушылар төрелік және сот кабинеті онлайн қызметін қолдану арқылы бейне жазбаларды қарай алады. Солтүстік Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Бақыт Қасейіновтің айтуынша, Солтүстік Қазақстан облыстық сотының барлық залдары 100% бейне жазбамен қамтамасыз етілген. Система аудио-видеофиксации со списком слушаний дел размещена на интернет-ресурсе. Сот отырысына қатысушылар орталық сақтау жүйесінің мәлімет арқылы сот кабинетіне кіріп, сот отырыстарының жазбасын болып жатқан уақытта қарай алады. Бірақ бейне жазбада материалдарын тоқтату немесе өзгерту мүмкін емес. Елбасы жоспарын жүзеге асыру аясында жоғарғы сотта мамандандырылған сот алқасы құрылып қызмет атқаруда. Сонымен қатар Астана қаласында халықаралық арбитражды орталық құру қарастырылған. Создание данного международного финансового центра состоит Арбитражды орталықты құрудағы мақсат жетекші халықаралық қаржылық қызмет көрсету орталығын құру. Қаржы орталығы Астана Экспо 2017 инфрақұрылым алаңында ашылады деп жоспарлануда. Баспасөз мәслихаты соңында журналистер қызықтырған сұрақтарына жауап алды.